Қане, 18.280 бөлу 40 мысалын шығарып көрейікші. Ол үшін санды көбейтіндіге бөлу ережесін қолданайық. 40 бөлгішін 10 мен 4-тің көбейтіндісіне алмастырайық. 18.280 санын басында екінші 10 көбейткішіне бөлу ыңғайлы. Ал содан кейін алынған нәтижені бірінші 4 көбейткішіне бөлеміз. 1828 бөлу 4 тең 457 болады. Ал енді баған түрінде бөліп көрейік. Демек, бірінші толық емес бөлінгіш 182 жүздік. Демек, бөліндінің мәнінде 3 цифр болады. 182 санында 4 40 бар. 4 көбейту 40 тең 160 болады. Қалдықты анықтаймыз. 182-ден алу 160 тең 22 болады. 22 қалдығы 40 бөлінгішінен аз. Демек, бірінші толық емес бөліндіні дұрыс таптық. 8 санын тіркеп жазамыз. Екінші толық емес бөлінгіш 228 жүздік. 228 санында 5 40 бар. 5 көбейту 40 тең 200 болады. 228 азайту 200 тең болады 28. 28 40-тан аз. Демек, екінші толық емес бөлінгішті бәрекелді, дұрыс таптық. 0-ді тіркеп жазамыз. Үшінші толық емес бөлінгіш 280 саны. 280 бөлу 40 тең 7 болады. Жауапты оқимыз. 18280 бөлу 40 тең 457 болады. Қане, енді санды баған түрінде қалдықпен бөлу мысалын қарастырайық.